Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біз Алматы қаласында саяхаттап жүрміз. Қазір осы жерде Алматы қаласының орталығы болған Достық көшесі және мынау Қазақстан қонақ үйі. Қазір мына жерді азырақ түсіріп өтемін. Мынада жаздың күндері егер келетін болсаңдар, мына тесіктерде мінекей сулар ағып тұрады, буланып кетеді. Сол сулар осы жерге өздеріңіз айланып келсеңіздер болады. Және де осы сіздерді осы 2026 жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарыңда табыс, әрқашан әрбір атқан таңдарың текке жақсылық алып келе берсін. Жаңа жылдарың құтты болсын. Міне азырақ міне жерлерді түсіріп өтетін болсам, міне жаңа жыл үшін шыршалар безелген, және де мына жағында Аяз ата және де қарғыз суреттелген. Ал мына жерде мысық, қоян және де басқа да жануарлардың суретті бейнеленген. Ал мынау болса Қазақстан қонақ үйі. Ал мына жағына былай жаяу жүретін болсаңыз, ар жағында алдыға қарап жүретін болсаңыздар, Республика сарайы бар. Оның алдында да осындай орындар болса керек. Қазір сіздерге соны түсіріп кетемін. Мынау ғимарат бір оқу орны болса керек. Университет Каспиан деп жазып қойыпты. Мыналар енді түнде жанғаннан кейін өте әдемі болып жанып көрсетілсе керек. Және де осы жаздың күндері келіп осы жерде айланып жүрсеңдер болады. Міне мынау соның айналасындағы ғимараттар өте әдемі салынған. Келіңіздер. Енді мына жаңа жылда демалыс болғаннан кейін біз осы жерлерді де көріп кетейін деп ойладық. Әрине өте әдемі жер. Мынау түнде жанып тұрса керек. Бағана айтып өткендей, мына жерлерден сулар фонтан сияқты атылады, бірақ арасында буланып өте әдемі көрініс береді. Және де көпшілік айналып келгендер осы жерлерде де бір айланатын орын есебінде келіп жаздың күндері айланады. Міне мынау ораз, тышқан. Менің ойымша осы мыналардың басы 12 жыл болып суреттелген болса керек. Жылан жылы, жылан ат жылы дегендей осылар осы жерде 12 айуандармен осылар суреттеліп тұрған болса керек. Тауық жылы дегендей, тышқан жылы. Мынау неге ұқсайды? Ат жылы, жылан жылы. Неке мыналар осының алдында суретке түсіп жатыр. Жақсы, сау болыңыздар. Осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді және бір рет жаңа жылдарыңызға құттықтаймын. Өмір жастарыңыз ақ болсын. Алла барлық жақсылықты бере берсін. Қазір осы алдында барған жерлерімізді бәріміз түсіріп өтеміз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.